Мәсих және Мәһди Мұхаммед пайғамбардың көзімен атты 40 хадис жинағынан алынған. Үшінші хадис. Ардақты пайғамбардың саллаллаху алейхи уассалам сахабалардың иджмасы, яғни бір ауыздан ақылданған шешімі. عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أن أبا بكر خرج وعمر يكلم الناس فقال اجلس يا عمر فأبى عمر أن يجلس فأقبل الناس إليه وتركوا عمر فقال أبو بكر أما بعد من كان منكم يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا قد مات ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت قال الله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا فسيجزي الله الشاكرين. Bukhari Kitabul Maghazi Bab Marzun Nabi ve Vefatuhu. Абдулла ибн Аббас радиаллаху анху баяндайды. Абу Бәкір радиаллаху анху сыртқа шыққанда, Омар радиаллаху анху сол уақытта адамдармен дауласып жатыпты. Абу Бәкір оған: "Ей Омар, тізе бүк" десе де, Омар отыра қоймайды. Алайда адамдар оны жайына қалдырып, назарларын сөз бастаған Абу Бәкірге аударады. Ол: "Қорыта айтарым, Мұхаммедке сыйынғандарың Мұхаммедтің саллаллаху алейхи уассалам қайтыс болғанын біліңдер. Ал Аллах тағалаға құлшылық еткендер Алланың тірі екеніне және мәңгі тірі болатынына сенімді болсын. Құдіреті күшті Аллах тағала, әрі Мұхаммед тек елші ғана. Шынында одан бұрында елшілер өткен. Егер ол да өлсе не өлтірілсе, сендер өкшелеріңмен бұрылып кері кетесіңдер ме? Ал кім өкшесімен бұрылып кері кетсе, ол Аллаға ешбір зиян келтіре алмайды. Әрі Алла шүкір етушілерді сөзсіз сыйға бөлейді" деді деген. Хадистің түсіндірмесі. Имам Бухари бұл риуаятты өзінің жинағына енгізе отырып, сол арқылы оның дұрыстығын растаған. Бұл хадиске өздерінің кітаптарында Насаи мен Ибн Маджада орын берген. Ардақты пайғамбардың саллаллаху алейхи уассалам қайтыс болған білген соң, оның сахабалары радиаллаху анхум естерінен танған жағдайды бастарынан кешті. Осындай күйзеліске түскен Хазіреті Омар радиаллаху анху екі жүзділердің кейбір сөздерін естіп қалып, ардақты пайғамбардың саллаллаху алейхи уассалам бұл дүниеге қайтып келетінін айтты. Әлбетте бұл ой қате болғандықтан, Хазіреті Абу Бәкір Сиддиқ радиаллаху анху алдымен Хазіреті Айшаның радиаллаху анха үйіне келіп, ардақты пайғамбардың саллаллаху алейхи уассалам мәйітінің үстіне еңкейіп, бетін жапқан жамылғыны ысырды да маңдайынан сүйді. Сосын: "Сен тіршілігіңде де, өлгеннен кейін де қасиеттісің. Құдіреті күшті Аллах тағала сенің екі рет емес, бір-ақ рет өлуіңе жол береді" деді. Бұл сөйлем жалғыз ғана мағынаны білдіреді. Ардақты пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам енді ешқашан бұл дүниеге оралмайды. Содан кейін Абу Бәкір радиаллаху анху барлық сахабаларды пайғамбардың саллаллаху алейхи уассалам мешітіне жинап, мінберге көтерілді де төмендегі аятты оқыды. Бұл сахабалар радиаллаху анхум шығарған алғашқы иджма болды. Соған сәйкес барлық пайғамбарлар, оның ішінде Иса алейхиссалам да қайтыс болған. Өтті, яғни халат деген сөздің Иса алейхиссаламға қатысты тірідей аспанға көтерілу деген мағынасы бар деп наразылық білдіру, ол тап-таза қасарысу демеуге лаж жоқ. Айтылғанға қосымша айтарымыз, араб тілінің бірде-бір сөздігі өтті, яғни халат сөзінің тірідей аспанға кету мағынасында қолданылатынын растамайды. Оған қоса, жаратқан Алла халат сөзінің мағынасын сөйлемнің екінші бөлігінде өзі түсіндірген, яғни егер өлсе немесе өлтірілсе деп анық айтқан. Ол сөйтіп халат сөзінің осы аяттағы мағынасының шекараларын, өлімнің табиғи өлім және зорлық зомбылық пен өлтірілу деген екі түрін көрсетті. Егер осы екі мағынасынан басқа тағы бір мағынасы бар болса, онда түсіндірмесі: егер өлсе немесе өлтірілсе немесе табиғи денесінде тірідей аспанға әкетсе деген түрде болуға тиіс еді. Әйтпесе ол сөз шеберлігін тікелей бұзу болады.
Құран қағида түрінде халат сөзінің екі мағыналық мәнін айқындады. Ал Иса алейхиссалам аспанға тірідей көтерілген деп санайтындардың сөзі бойынша бұл аятта да Құранның кез келген жерінде де айқын хадистерде де айтылмағанмен оның мағынасы бір ғана емес көп болып шығады. Жалпы алғашында айтқанымыздай Хазіреті Абу Бәкірдің радиаллаху анху сөзінің мағынасы ардақты пайғамбардың саллаллаху алейхи уассалам бұл дүниеге екінші рет қайтып оралмайды дегенді білдіреді. Хазіреті Абу Бәкір радиаллаху анху ардақты пайғамбар мен саллаллаху алейхи уассалам маңдайынан сүйіп қоштасқанда соны айтқан. Олай болса, Исаның алейхиссалам да ешқашанда бұл өмірге қайтып орала алмайтынын мойындауға тура келеді. Сахабалардың иджмасы міне осы. Мұны ескермеуге болмайды. Тіпті егер мүмкін болмаса да ол тірі делінген ұйғарымды жасайтын болсақ, бәрібір осы ұйғарымнан шығатын логикалық шешімдер сол ұйғарымның өзін теріске шығарады.